Көзіңізге бірден суретте не көрінді? Психологтардың айтуынша, көзге ең бірінші түскен нәрсе сіз туралы көп дүниені аңғартуы мүмкін. Бұл сіздің миыңыздың қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп, сіз білмеген жасырын жеке қасиеттеріңізді ашады. Арыстан. Егер көзіңізге бірден арыстан түскен болса, сіздің қайсар, тәуекелшіл, ешкімге иліге бермейтініңізді көрсетеді. Сіз кейде ақылға қонбайтын, ойламаған жерден іс-әрекет жасауға бейімсіз. Сіз үшін өмір ғажап, қызыққа толы, бірақ кейбір әрекеттеріңіз басқа адамдарға зиян тигізуі мүмкін екенін ұмытпаңыз. Сіз өзіңіздің мінез-құлқыңызды бақылап отыруыңыз керек. Жетістікке жетуге деген ұмтылысыңыздың арқасында кез келген билікті бағындыра аласыз. Сіз көпшіліктің соңынан ергенді ұнатпайсыз. Қателік пен тығырыққа алып келсе де өз жолыңызды салуға тырысасыз. Сіз негізі өте жақсы адамсыз. Бірақ кейде сіздің іс-әрекетіңіз басқа адамдарға қалай әсер ететіні туралы ойламайсыз. Егер көзіңізге балық көрінген болса, бұл суретте балықтар жасырылған. Егер сіз оларды көрген болсаңыз, сіздің құпия мінезіңіздің бар екенін білдіреді. Сіз көпшілікпен қалай араласуды білесіз, бірақ бұл сіздің жеке өміріңіз жоқ дегенді білдірмейді. Сіз табиғатты, өмірді, жақын адамдарыңызды жақсы көресіз. Сіз бәріне құрметпен және түсіністікпен қарайтын өте сезімтал, ақкөңіл жансыз. Егер сіз горилланы көрген болсаңыз, онда сізде өз-өзіңізді бағалауда проблемалар болуы мүмкін. Сіз өзіңізді кішігірім себептермен де сынауға дайын тұрасыз. Мақсатқа жете алмаған соң өзіңізді кінәлай бастайсыз. Сізде білім алуға және жетістікке жетуге деген құлшыныстар бар. Бірақ сіз өзіңізге жұмсақ болуыңыз керек. Сіз көптеген адамдар ескере бермейтін идеяларды зерттей аласыз. Мәселені шешудің көптеген жолдары бар және сіздің шешіміңіз әрқашан дұрыс бола бермеуі мүмкін. Ол үшін өзіңізді жазғыра бермеңіз. Басқа адамдармен пікірлесу сізді дамыта түседі. Егер ең бірінші ағаш көзіңізге түскен болса, онда бұл сіздің барлық нәрсеге логикалық тұрғыдан қарайтындығыңызды және жүрегіңізден гөрі ақылыңызға сенетіндігіңізді білдіреді. Бұл сіздің белгілі бір дәрежеде шектеуі мүмкін. Өйткені сіз әрқашан өзіңіз қалаған нәрсеге емес, қол жеткізуге болатын нәрсеге ұмтыласыз. Сіз әрқашан өмірдің мәнін іздеп жүресіз. Өмірде кейде тәуекелге бел буып, үйреншікті нәрседен де жоғары мақсат қою керек. Көкжиектеріңізді кеңейтіп, не болатынын көріңіз. Өмірде эмоцияға да ерік беретін кездер болуы керек. Әйтпесе, алгоритммен басқарылатын роботқа айналуыңыз әбден мүмкін.